Баршаңызға сәлем. Мен арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін бар болғаны 2 қияр және 2 болгар бұрышынан өте әдемі 5-ақ минутта дайын болатын салат жасайын деп жатырмын. Менімен бірге аяғына дейін болыңыздар. Менің арнама жазылып, қоңыраушаны басып қоюды да ұмытпаңыздар дегім келеді. Енді қиярды мен осындай құрылғының көмегіменен турап жатырмын. Сіздер өздеріңіз дөңгелектеп турайсыздар ма, соломка қылып турайсыздар ма, өздеріңіз білесіздер. Енді маған осылай тураған ұнайды. Егер пісірген тамағыңыз, жасаған салатыңыз бәрі әдемі болып көрініп тұрса, ол әрине сіздің тәбетіңізді ашары сөзсіз. Сондықтан да әрбір тағамыңыздың жақсы, әдемі жасалуын қадағаласаңыз, ол әрине жақсы. Менің қиярларым осындай болып туралып шықты. Енді мен бұны тереңдеу ыдысқа салып, тұз салып қоямын. Тұз салып араластырып қоямын. Өйткені кішкене қиярымыз жібіп, суы ағып, жақсы болып тұрады, өзінің түсін береді. Сондықтан да қиярды осылай кішкене тұз салып қойсаңыз, өте тиімді болады, тиімді деп айта аламын. Енді мен қалған салаттарым турап болғанша бұл кішкене тұрады. Енді менде кішкентай біразғантай піскен ет бар екен, соны қосып жібергім келіп жатыр. Егер жоқ болса, қоспай-ақ қоюға да болады. Бұл салат үйдегі бар тағамдарменен жасай салатын салат. Қонақ келгенде де, қонақ шақырғанда да, өзіңізге де, бәріне де өте әдемі көрінетін салат. Құрметті менің оқырмандарым, менің арнамда салаттардың түр-түрі бар, кіріп қарап, бөлісулеріңізге болады. Егер салат ұнаса, пікір қалдырып кетсеңіз де болады, достарыңызбен бөлісулеріңізге болады. Енді мен 2-ақ болгар бұрышын алып жатырмын. Біреуін қызыл, біреуін көкшілдеу қылып алдым. Енді оларды ішіндегі дәннен ажыратып алу керек. Сосын бұларды да мен соломка қылып тураймын. Бұрыштың артық жерлерін алып тастасаңыз жақсы болады. Осылай қылып соломка қылып турап алыңыз. Бұл енді қиярымыз ірі қылып турасақ, бұл бұрышты да ірі қылып туруға болады. Әртүрлі фигурада, 3 бұрыш, 4 бұрыш деген сияқты қиғаштап, әртүрлі фигурада турауға болады. Менің қиярымды жіңішке қылып турағандықтан, мен бәрін соломка қылып шығарайын деп жатырмын. Осындай көк бұрышта алдым. Енді бұларды мен табаға бір азғантай, 2-3 минуттық жұмсарғанша ғана қуырып аламын, көп қуырмаймын. Енді бір азғантай көк шөп тер, өзіңізде болса қосыңыз, болмаса өзімен де жасай берсеңіз өте әдемі шығады. Мен жуаны міндетті түрде осылай қиғаштап тураймын. Салаттың ішінде өте әдемі жүреді. 。
Осындай жуалар өте әдемі болып туралды. Енді мен укропымды да біразғантай укроп алдым, оны енді кішкене өте уақтамасам да осылай қылып турап аламын. Орташа қылып. Біздің барлық салатымыздың құрамы тура болды осымен. Енді осылай бәрін бір ыдысқа жинап, араластырып алатын боламыз. Егер етіңізді де қуырып алсаңыз өте жақсы болады. Мен бүгін қуырып алып жатқан жоқпын, өзі азғантай ет болғаннан кейін. Және тез желініп қалатын өзімізге арналған салат болғандықтан мен оны қуырып жатқан жоқпын. Егер жаңа соя соусын қосып, тағы дәмдеуіштер қосып, етіңізді біразғантай мариновать етіп, сосын барып қуырып алсаңыз, ол өте дәмді болады. Енді сондай-ақ менде бұл чили соусы, бұл өте ащы. Және менде салатный заправка бар, соны қосып жатырмын. Және менің болгар бұрышым майда қуырылған болғандықтан мен майда қосып жатқан жоқпын. Қиярыма тұз қосқандықтан тұз да қосып жатқан жоқпын. Енді осылайша жаңағы араластырып аламыз. Міне біздің салатымыз сонымен дайын болады. Қарап тұрсаңыздар, өте әдемі шығып жатыр. Міне әбден араластырып жатырмын. Енді оны жақсы бір әдемі ыдыстарымызға әдемілеп салатын боламыз. Өте тез жасалатын, аз құрамдағы, өте пайдалы әрі дәмді салат жасап көрсеңіздер болады. Менімен бірге аяғына дейін болғандарыңыз үшін алғысым шексіз. Менің арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар дегім келеді. Міне осындай өте әдемі салат шықты. Көріп тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Келесіде менің арнамда кездескенше дегім келеді. Қош сау болыңыздар.